Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сәлеметсіздер ме достар? Сіздермен бірге мен Ерғали Арынов. Бүгін біз сіздермен бірге Паскаль бағдарламалау тіліндегі тұрақтылар шамасымен танысатын боламыз. Өткен дәрістерімізде біз сіздермен бірге айнымалылар туралы сөз қозғаған болатынбыз. Жалпы айнымалылар туралы біздің біршама түсінігіміз қалыптасты, біршама білімге ие болдық. Ал енді біз сол дәрістің жалғасы ретінде бүгін біз тұрақтылар шамасымен танысатын боламыз. Сонымен біз бастаймыз. Сонымен достар, тұрақтылар жайлы енді біз қысқаша теориялық мәліметтер айтып кетейік. Жалпы тұрақтылар дегеніміз не? Тұрақтылар дегеніміз бағдарлама барысында мәні өзгермейтін шамаларды біз тұрақтылар деп атаймыз. Яғни тұрақтылардың мәні бүкіл бағдарлама барысында сақталады, оның мәндері өзгермейді. Жалпы тұрақтыларды бұлай түсініп көру үшін, қарапайым түрде өзімізге түсінікті болу үшін, оны бір басқа салалармен байланыстырып көрейік. Мысал үшін, егер де сіздер физика, химия саласына қызығушыларыңыз болса, мынандай тұрақтыларды, мынандай есімдерді естіген болуларыңыз керек. Мысал үшін, химия саласында, физика саласына қызығатындар, Авогадро тұрақтысы, физика саласына қызығатындар, универсал газ тұрақтысы, тұрақты атмосфералық қысым деген осындай атауларды естіген боларсыздар. Дәл осылар осы тұрақты мәндер болып табылады. Яғни бұлардың мәндері ешқашан өзгермейді. Бұлар қатып қалған мәндер, яғни тұрақты мәндер болып табылады. Солай ғой. Дәл сол сияқты бағдарламалауда да, бағдарлама жазған кезде де бір белгілі бір мән өзгермейтін шамалар болады. Яғни сіз бағдарлама барысында бір белгілі бір мәнді өзіңіз құрасыз, соған бір тұрақты бір мәнді беріп қоясыз. Сол сіздің берген мәніңіз бүкіл бағдарлама бойында өзгермей, сол қалпы тұрақты шама болып қалатын болады. Енді біз тұрақтыларды осы практика жүзінде көрсетіп көрейік. Тұрақтыларды сипаттау, тұрақтыларды қолдану үшін біз ең алдымен оларды жариялап алуымыз керек. Тұрақтыларды жариялау мынау сипаттау бөлімінде жүреді. Begin және program сөздерінің арасында, бағдарламаның атауының арасында. Естеріңізде болса, осы жерде алдыңғы сабақтарымызда біз айнымалыларды да сипаттаған болатынбыз. Естеріңізде болса, var қызметші сөз арқылы біз айнымалыларды сипаттаған болатынбыз. Ал тұрақтылар const қызметші сөз арқылы сипатталады. Const қызметші сөз арқылы сипатталады. Одан кейін тұрақтының атауы жүреді. Мысал үшін тұрақтының атауы жүреді. Одан кейін тең, одан кейін тұрақтының мәні жүреді. Яғни тұрақты қандай мәнге ие болу керек? Сол жүреді. Міне, біз қазір бір қатар код жаздық. Міне, осы кодты қазір сіздермен бірге біз сөйлетіп көрейік. Ең бірінші, тұрақтылар айнымалылардан бұрын жариялану керек бағдарламада. Мысал үшін, бағдарламада сіз тұрақтылардан бөлек айнымалыларды қолданатын болсаңыз, айнымалылардан бұрын тұрақтыларды сіз жариялап алуыңыз керек. Яғни айнымалыларды бұлардан кейін жариялайсыздар. Мысал үшін, var деп, a, b, integer деп кете бересіздер. Одан кейін тұрақтының атауы. Тұрақтының атауын негізінен қатып қалған заң жоқ, бірақ тұрақтының атауын көбінесе осы үлкен әріптермен жазған дұрыс болады. Себебі ол өзім негізі профессионал программистердің өзі ұсынады. Осы тұрақтылардың атауын үлкен әріптермен жазған дұрыс. Осы бағдарламада егер үлкен әріппен жазылған бір атауларды кездестірсеңіз, мысал үшін p деген сияқты атауларды кездестірген болсаңыз, оны сіз бірден тұрақты екенін түсінесіз. Сол себепті оны осындай үлкен әріптермен жазған дұрыс болады. Одан кейін тұрақтыға мән беру. Біз естеріңізде болса, айнымалыларға мән беруді біз меншіктеу операторы арқылы қолданған болатынбыз. Яғни меншіктеу деген мынандай қос нүкте тең. Бірақ бұл меншіктеу операторы тұрақтыларға бұл жерде қолданылмайды. Яғни сипаттау бөлімінде қолданылмайды. Тұрақтыға мән беру үшін біз мынандай теңдік операторын қолданамыз. Тең. Одан кейін біз естеріңізде болса, айнымалыларды жариялаған кезде
оның типін көрсетіп кеткен болатынбыз. Яғни ол қандай типте болу керектігі жайлы. Ал тұрақтыларды сипаттаған кезде оның типін біз көрсетпейміз. Біз оған белгілі бір мәнді береміз, нақты сан болса нақты сан, бүтін сан болса бүтін сан. Сол берген мәнімізге қарай тұрақтының типі автоматты түрде анықталады. Мысалы үшін біз қазір мына жерге 3,14 деп беріп қойдық. Бұл нақты сан. Яғни бұл жерде автоматты түрде анықталды. Мынау пи деген тұрақтының мәні типі ол нақты тип. Тағы да бір мән беретін нәрсе, нақты санды арасына үтір емес нүкте қойып жазу керек. Яғни 3,14 бүйтіп жазылмайды. Нүкте қойып жазылады. Осыған да мән беріңіздер. Міне, тұрақтыны сипаттау осылай жүзеге асады. Жоғарыда айтқанымыздай достар, егер сіздер мына жерге мысалы үшін 3 деген санды қойсаңыздар, мына тұрақтының типі бүтін типті болады. Ал егер мысалы үшін символ қоятын болсаңыздар, мынаның типі символдық тип, яғни char типі болады. Ал егер мысалы үшін тексттік түрде қоятын болсаңыздар, мәтін түрінде қоятын болсаңыздар, мына пи деген тұрақтының типі мәтіндік типте, string типінде болатын болады. Типтер жайлы біз алдыңғы сабақтарымызда айтқан болатынбыз. Егер алдыңғы сабақтарымызды көрмеген болсаңыздар, көріп қарауларыңызға болады. Сонымен достар, тағы да осы тұрақтылардың бірнеше ерекшеліктері туралы айтқым келіп отыр. Тағы да бірнеше ерекшеліктермен таныстырып өтейін сіздерді. Ол үшін бізге мынандай айнымалылар керек болады. Жалпы керек емес, бірақ міндетті емес, бірақ сонда да түсіндіріп кетуге ыңғайлы болу үшін айнымалылар жайлы көрейік. Var a бірақ айнымалы бола салсын, integer. Бүтін типті айнымалы. Енді осы айнымалыға біз мән меншікте аламыз. Естеріңізде болса, өткен сабақтарда айтқан едік. Мысалға 56 деген бір санды меншіктейік. Одан кейін осының мәнді экранға шығарып көрейік. Write line a. Енді қайтадан аға енді басқа бір мән меншікте көрейік. Мысалы үшін 43 деген мән. Қайтадан соны экранға шығарып көрейік. Орындап көрейік. Көріп тұрғанымыздай, ең бірінші a айнымалысына 56 мәні меншіктелді. Одан кейін сол мән экранға шықты бізде. Ал одан кейін барып a мәніне 43 мәні меншіктелді. Одан кейін 43 сол экранға шықты. Яғни бұл жерден біздің алатынымыз айнымалыларға біз қанша болса да біз мән бере аламыз. Яғни бірінші a айнымалысы 56 мәнін қабылдады, одан кейін барып 43-ті қабылдады. Мәні өзгере береді. Ал енді дәл осы іс-әрекетті тұрақтыларға істеп көрсек. Мысалы үшін өшіріп тастаймын мен. Бізде пи деген тұрақты. Пиге меншіктейсің. Мысалы үшін қандай мән? Мысалы үшін hello world деген текстті меншіктеп көрейік. Ал енді сол пиді экранға шығарып көрейік. Мынау керек емес. Өшіріп тастайын. Қазір көреміз. Көріп тұрғанымыздай, міне, невозможно присвоить константному объекту. Яғни осы біз тұрақты мәндерге бағдарламада мән меншіктей алмаймыз. Ол тұрақты мән болғандықтан осындай болып тұр. Біз оны бағдарламаның басында анықтап қоямыз тұрақты мәнді. Одан кейін барып, оған біз бағдарлама барысында ешқандай да мән меншіктей алмаймыз. Міне осындай ерекшеліктер бар. Ал айнымалыларда керісінше оған мән қанша болса да біз мән меншіктей береміз. Сонымен достар, енді біз сіздермен бірге қарапайым бір есепті шешіп көрейік бағдарламалау тілінде. Біз шеңбердің ауданын табу есебін осы тұрақтылармен байланыстырып, қазір сіздермен бірге құрып көрейік. Мен мыналарды қазір өшіріп тастай салайын. Сіздермен бірге бастан құратын боламыз бұны. Жалпы шеңбердің ауданын табу бізде геометрияда мынандай формуламен анықталады. Сәл түрі қорқыныштылау, бірақ бұл онша маңызды рөл ойнай қоймас. Сонымен біз жалғастырамыз. Шеңбердің ауданын табу S тең пи көбейтілген r квадрат осы формуламен анықталады. Бұл жерде S деп атқанымыз шеңбердің ауданы,
P тұрақты шама 3,14-ке тең. R бұл радиус, шеңбердің радиусы. Соны квадраттап 3,14-ке көбейткен кезде шеңбердің ауданы шығады. Сонымен дәл осыны біз бағдарламада сіздермен бірге орындап көрейік. Сонымен кеттік. Бағдарламаға оралайық. Мына бізде P дегеніміз бізде 3,14, ол математикадан бізге белгілі, ол өзгермейтін тұрақты шама. Сондықтан да біз оны тұрақты ретінде жариялап аламыз. Мынада өшіп тастай салайын. Бізде P деген атау тұр. Мына game over-ны өшіп тастай салайын. Бізге негізінен сәл дұрыс болмады бұл game over деген сөз. Сонымен ол 3,14. 3,14. Енді одан кейін бізге тағы да не керек болады? Бізге S айнымалысы және R айнымалысы керек болады. Есептің шарты бойынша шеңбердің ауданы және радиус керек болады. Сонымен оларды біз айнымалар ретінде анықтап аламыз. Var қызметші сөзі, одан кейін барып S, одан кейін барып R. Олардың типін көрсету керек. Типтер жөнінде тағы да бір алдағы уақыттарда осы бір қорытынды бейне сабақ болады. Сол кезде типтердің кейбір ерекшеліктері бар. Сол жайлы біз арнайы тоқталамыз. Ал бұл жерде бұның типін біз нақты сан деп көрсете салайық. Неге екенін кейінірек түсіндіріп беремін. Біз қазірше айтатыным, біздің есебімізде нақты сан болғандықтан, есептің мысалы үшін қазір біз екі санды көбейтеміз ғой, радиус және пиді. Біздің пиіміз бұл жерде нақты сан болғандықтан есептің жауабы нақты сан болады. Сол үшін мен мынау екі айнымалында мен нақты сан деп алдым. Кейіннен толықтай түсіндірем. Қосымша сабақтар болады. Әзірше осылай ала бергеніміз жөн. Сонымен бағдарламаға жазамыз біз. Операторлар бөліміне жазамыз. Write line дейді, немесе write line дейді. Мен write line деймін. Себебі мына жерде мынандай сөз бар. Кімге ыңғайлы, әркім өзіне қалаған атауын атасын. Сонымен экранға біз қарапайым бір сөзді шығарайық. Бұл шеңбердің ауданын табатын бағдарлама. Енді қайтадан экранға тағы бір сөз шығарайық. Шеңбердің радиусын біз өзіміз емес, қолданушыға енгізетіндей қылайық. Ол үшін біз экранға сөз шығарайық. Шеңбердің радиусын енгізіңіз. Енгізу операторы бізде естеріңізде болса, өткен сабақтарымызда айтқан болатынбыз. Readline операторы. Readline. Радиусқа бізге не жауап береді? Қандай айнымалы жауап береді? Радиусқа R айнымалысы жауап береді. Әрине, мына жерде де line деген сөз бар. Қысқартылып readline деп атауға да болады. Енді әркімге өзіне қайсысы ыңғайлы, оны да өздері қалағанша атасын. Сонымен біз жалғастырамыз. Одан кейін барып, енді шеңбердің ауданын есептейміз. Ауданын есептеу, естеріңізде болса, мына формула бойынша жүзеге асады. Енді осыны жазып көрейік. S айнымалысына меншіктейміз, ауданға меншіктейміз. P тұрақтысын, яғни 3,14 көбейтілген R квадрат. Квадратқа Паскаль тілінде мына функция жауап береді. Квадрат санның квадратын есептеуге SQR, шатаспасам. Осының ішіне қандай санның квадратын есептейміз, соны жазып қоямыз. Мысалы үшін бізге радиустың квадратын есептеу керек. Не болмаса сіздер бүйтіп жазуларыңызға болады. R көбейтілген R. Яғни екі радиус ол бірігіп радиустың квадратын береді. Негізінен бірінші жол дұрыс. Мына функцияны қолданған дұрыс. Бұл радиусты есептейтін функция. Дәрежені квадратты есептейтін функция. Сонымен мына формуланы біз жазып алдық. Енді нәтижесін экранға шығарып көрейік. Write line.
шеңбердің ауданы қай айнымалы жауап берді шеңбердің ауданына? S айнымалы жауап берді. S. Енді орындап көрейік. Міне, бұл шеңбердің ауданын табатын бағдарлама. Шеңбердің радиусын енгізіңіз. Жарайды, енгізейік. 2 болсын. Шеңбердің ауданы 12-де 56. Міне, сіздермен бірге біз қарапайым бір бағдарламаны құрдық. Бұл бағдарламаны мен сайтқа жүктеп қоятын боламын. Сол жерден өздеріңіз жүктеп ала аласыздар. Сонымен бүгінгі біздің тұрақтыларға арналған бейне сабағымыз аяқталды. Уақыт қойып, зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесіде де бейне сабақтар шығатын болады. Келесі сабақтарда жүздескенше аман сау болыңыздар достар.